күніңнің күнәсіз өтіп кетуі сен үшін бақыт екен. Күніңнің сауаппен өтуі сен үшін бақыт екен. Жастар ақсақалдарды құрметтесін. Тура сол сияқты ақсақалдар да жастарға ізет көрсетіп құрметтесін дейді. Жастар үлкендерді, ай бұл кісілер біздерден көбірек өмір сүрді ғой. Біздерден көбірек сауап жасап үлгеріп қойды бұлар. Біз әлі жете қоймадық ондай сауаптарға. Сол үшін құрметтейміз бұларды дейді. А үлкен шалдар неге жастарды құрметтеу керек? Әй бұл балалар әлі біздікінде күнә жинап үлгермеді ғой. Әлі күнәлар аз бұлардың. Күнәлар аз болған адамдарды біз құрметтейміз деп құрметтеп қою керек. Сонда екі эпоха, екі поколение бірін-бірін құрметтеп өту керек. Біз бұл кісілерді көп сауап жасады деп, бұл кісілер бізді аз күнә жасады деп құрметтеуіміз керек бір-бірімізді. Бірақ шынымен сондай болу керек. Бізге сол күнә жасамайтын ақсақалдар керек. Сауабы көп ақсақалдар керек бізге. Күнәсі аз жастар керек бізге қазір. Жас баланың күнә жасауы жаман дейді. Бірақ ақсақалдың күнә жасаған одан да жаман екен дейді. Жас бала ғой ол. Ойнап жүріп от басып кетер. Білмей істеп қояр. Жастықпен, балалықпен, мастықпен, шалалықпен істеп қояр. Бірақ ақсақал шағына келгенде ел көріп, жер көріп, өмір көріп, барлығын істеп болғаннан кейін күнә жасап жүру бұл жеркенішті екен.